ата-ананың демалыс туралы өтінішін беру туралы нұсқаулық. Демалысқа өтініш беру үшін алдымен мәзірді ашыңыз. Қатысу табелі бөліміне өтіңіз. Ашылған бетте демалыс туралы өтініштер бөлімін таңдаңыз. Өтініш құру батырмасын басыңыз. Ашылған бетте қызыл жұлдызшамен белгіленген барлық жолдарды толтырыңыз. Баланы және балабақшаның атауын таңдаңыз. Өтінішті алдын ала рәсімдеу қажет. Сол үшін өтініш берілетін күнді таңдауға болмайды. Демалыстың басталу күні өтініш берілген күнімен сәйкес келмеуі тиіс. Форманы толтырғаннан кейін өтініш файлын тіркеңіз. Қол қою және жіберу батырмасын басып, құжатқа ЭЦК кілті арқылы қол қойыңыз. Немесе eGov Mobile қосымшасы арқылы қол қоюға болады. Демалысты мерзімнен бұрын аяқтау. Мәзірді ашыңыз. Қатысу табелі бөліміне өтіп, демалыс туралы өтініштер бөлімін таңдаңыз. Белсенді өтінішті табыңыз. Әрекеттер мәзірін ашып, мерзімнен бұрын аяқтау батырмасын басыңыз. Демалыстың аяқталатын жаңа күнін көрсетіңіз. Қажет болған жағдайда қосымша мәліметті қалдыруға болады. Қол қою және жіберу батырмасын басып, құжатқа ЭЦК кілті арқылы қол қойыңыз. Өтініш берілгеннен кейін мерзімнен бұрын аяқтау мәртебесіне өзгереді.